яғни Аллах бізді не үшін сынайды? Осы аятқа қысқаша сіздерге қосымша анықтама беріп кетейінші. Аллах біздерге өмір сүру үшін сүру қағидасын нақты бекітіп бергендіктен сол бойынша адам жаңа айтып кеттік, жүреді ме әлде не істейтінімізді көру үшін, яғни адам өз өзінің әрекетіне есеп беру үшін осындай сынақ беріледі. Демек сынақ дегеніміз бір адам егер қателік жасаса, кейінгі өмірінде сол қателігін түсіну үшін сынақ беріледі. Яғни бұл сынақтар адамды қорлау, қинау, ақырында тозаққа тастау үшін берілмейді. Біз олай түсінбеуіміз керек. Базы біреулер былай сұрауы мүмкін да. Егер солай болса, онда сынақсыз өмір берсе қайтеді дейді Аллах тағала. Сынақ мүлде сынақтың бәрін алып тастады. Әрине, сынақсыз өмірге берген жаратылыстар да бар бұл мақлұқтардың ішінде. Олар періштелер, мысалы айтсақ болады. Ол періштелер Аллахтың бүкіл әмірін ешқандай екі етпей жасайды. Дейді. Ал олардың барлық амал әрекеттері тек қала Аллахтың бұйрықтарымен ғана орындалады. Оларда таңдау еркіндік жоқ. Олар сол үшін оларға сынақ өмір берілмеген. Олардың арасында сынақ болмағандықтан олардан есеп алынбайды ертең. Адамдар секілді әркім өз қалауынша өмір сүру жоқ. Адамға сынақ беру оның жалпы өмірдегі іс әрекетіне баға беру үшін берілген да. Кім қаласа сол күнәсін, қателігін жасай береді. Ал кім қаласа қателігін мойындап тәубесіне келеді. Егер осы тұрғыдан қарастыратын болсақ, біз қателігімізді түсіну үшін сынақ алу, ол біз үшін негізі үлкен нығмет екенімізді түсінуіміз керек та, білуіміз керек. Сынақ ол адамды кемелдікке жеткізу үшін тұлғаны жалпы қамшылап отырады, ұдайы буындарын қатырады адамнан тұлға болып қалыптасу үшін. Тіпті пайғамбарлар да өз өмірлерінде мысалы қарасаңыз қателіктер жасаған, бірақ оларды аят түсу арқылы Аллах тағала әрдайым дұрыс жолға қойып, буындарын қатырып отырған. Пайғамбарлар кім айтты қателік жасамаған деп? Барлық пайғамбарлар өмірінде Жүсіп пайғамбарды мысалы біз өткен сабақта өттік. Ол да қателіктер жасаған. Жаңағы зынданда жатып, патшаға менің жағдайымды айт деп, Аллахқа тәуекел етіп тұрып, басқа біреуге сенім артып қойған үшін Аллах тағала оны зынданға 7 жыл қалдырып қойды тағы. Беда сенейін деп айтады. Сол сияқты өзіміздің Мұхаммед пайғамбардың өзінде де қателіктер болған. Аллах тағала оның да қателіктерін тәуба сүресін түсіріп, жаңағыдай ішіндегі аяттарды түсіріп дұрыстап отырған. Тахрим сүресі түскен алғашқы аятын оқысаңыз мысалы, пайғамбарға тікелей түскен, оны әйелдеріне қатысты болған жағдайды айтқан. Сол сияқты сынақ адамды қатыру үшін, өмірде мықты тұлға болып қалыптастыру үшін осындай нәрселерді Аллах тағала өзінің сынақтардың астына жасырып қойған. Біз оны жаман деп түсінуге болмайды. Мысалы жаңа қызметкер секілді деп айтайықшы, мысал ретінде келтірсек, мысалы жұмысқа кірген жаңа қызметкер, ол шыңдалу үшін көптеген сынақтардан, кедергілерден өтуге мәжбүр болады. Мысалы қызметкер белгілі бір жоғарылау үшін, белгілі бір деңгейге жетіп, ол бастық атану үшін міндетті түрде ол жұмысқа келе салып бастық болып кетпейді ғой. Ол 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жылды талап етеді ол адамнан. Ол көптеген қателіктер жасайды, көптеген шалыс басады, көптеген құжаттар жасауда қателеді, көптеген жоспарлар жүзеге асыра алмай қалады. Осындай жерлерде аяқтардан сүрінеді, басқа қалады. Сөйтіп келіп, ол шыңдалып, пәленбай уақыттардан кейін ол сондай бір үлкен қызметке орналасуға мүмкіндік алады. Яғни осындай бір аралықта ол осындай сынақтардан өтеді. Адам да бұл өмірге келген кезде осындай сынақтардан өтуге мәжбүр қалады. Біз оны дұрыс түсінуіміз керек.